Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ағзадағы қантты жоюға, яғни сахар в крови дейді ғой, соны азайтуға арналған сусын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен имбирь керек, бірақ қана қорапшасын қолданасыздар, яғни бір пакетигін. Бір лимон үккіштен өткізіп аламыз, дәміне қарай корица және шайнек қажет. Осының барлығын осы шайнекке салып, қайнап тұрған су құйып, дұрыстап араластырамыз. Плитамызға 5-10 минутқа бөктіріп аламыз. Бөктіріп алғаннан кейін үстіне лимонды дұрыстап салып, тағда араластырамыз. Міне керемет имбирь сусыны дайын болды. Енді осылай құйып іше берсеңіздер болады. Егер видео ұнаса, астына лайк басып, тіркеліп қойыңызды ұмытпаңыздар.